Программалық жасақтама дегеніміз ол компьютерді басқаруға арналған программа немесе программалар жиынтығы. Бұлай түсіндірсек болады. Яғни біз компьютерде жұмыс жасау үшін бізге программалар тобы қажет. Яғни егер де біздің компьютерімізде ешқандай программа орналаспаған болса, қондырылмаған болса, онда біз ешқашан компьютерде жұмыс жасай алмас едік. Сондықтан да бірнеше программалардың жиынтығын программалық жасақтама деп атаймыз. Программалық жасақтама үш топқа бөлінеді. Олар жүйелік программалық жасақтама, қолданбалы программалық жасақтама және инструменталдық программалық жасақтама. Енді жүйелік программалық жасақтамаға тоқталатын болсақ, олар негізінен компьютерлік жүйенің жалпы жұмыс істеуін және техникалық қызмет көрсету функцияларын қамтамасыз ететін программалар жиынтығы. Оларға операциялық жүйелер, сервистік программалық құралдар, программалар, қабықшалар жатады. Яғни егер біздің компьютерімізде операционный система, яғни операциялық жүйе қондырылмаған болса, онда біз басқа өзге программалармен жұмыс жасай алмаймыз. Сондықтан біздің компьютеріміз үшін ең маңызды нәрсе бұл жүйелік программалық жасақтама. Яғни біздің компьютердегі жұмыс істеуімізді басқаратын негізгі программа. Келесі қолданбалы программалық жасақтама дегеніміз бұл белгілі бір мәселелерді шешуге арналған программалар жиынтығы. Яғни оның өзі екіге бөлінеді: жалпы мақсаттағы қолданбалы программалар және арнайы мақсаттағы қолданбалы программалар. Жалпы мақсаттағы қолданбалы программалар бұлар күнделікті біздің қолданып жүрген офистік программалар, сонымен қатар видеоларды, фотоларды өңдеуге арналған программаларды жатқызуға болады. Яғни бұлар жалпыға бірдей барлық адамдар қолдана алатын программалар тобы. Яғни мәтіндік редактор, кестелік редактор, неше түрлі сурет салу редакторлары жатады. Ал арнайы мақсатта қолданылатын бұл белгілі бір саладағы мәселелерді шешу үшін арналған программалар тобы. Мысалы, Adenis программасын қарастырсақ, бұл бухгалтерлік жұмыстарды, отчеттарды орындауға арналған программалар. Оны кез келген адам жұмыс жасай алмайды, тек қана бухгалтерлер айналысады. Маткат, мысалы, дизайнер үлкен көлемдегі плакаттарды, нелерді өңдеуге, суреттермен жұмыс жасауға арналған дизайнерлік бағытта жұмыс жасайтын адамдарға арналған программа. Яғни сол сияқты бірнеше саладағы қызметкерлерге арнап жасалатын программалар тобын айтуға болады. Келесі инструменталдық программалық жасақтама бұл арнайы программалау тілінде компьютерде жаңадан программалар ойластырып табу үшін жасалған программалар болып табылады. Бұндай программалау тіліне Borland Delphi, C++, Microsoft Visual Basic, Delphi, Pascal, Python сияқты бірнеше программалар тобын жатқызуға болады. Программаларды құқықтық мәртебесі бойынша үш топқа бөлетін болсақ, олар лицензияланған, шартты тегін және еркін таратылатын. Лицензияланған программалар дегеніміз лицензиялау туралы ережелерді орындағаннан кейін пайдаланушыға өнімді пайдалану құқығын береді. Әдетте бұл шарттар қолданушының, яғни программаны басқа пайдаланушыға бермеуі және кодты өзгерту мүмкіндігін шектейді. Екінші шартты тегін программалар, бұлар басында бір ай тегін қолданасыз, тегін қолданғаннан кейін ары қарай ол программаны сатып алуыңызға тура келеді. Үшінші түрі еркін таратылатын программалар. Әдетте бұл программаны әуелде жасап шығарушылар тегін таратады, яғни сіз ешқандай ақша төлемей-ақ қолдана бересіз. Қазіргі уақытта программалық жасақтаманың сапа критерийлерін функционалдық, сенімділік, тиімділік, эргономикалық және мобильдік түрге қарай бөледі. Функционалдық деп отырғанымыз, яғни программалық жасақтама белгілі бір нақты немесе осы адамдарға қажет деген пайдаланушылардың қажеттіліктері негізінде орындау мүмкіндігі. Сенімділік дегеніміз берілген шарттарда және нақты уақыт кезегінде белгілі бір функцияларды орындау тәртібінің мүмкіндігі. Келесі тиімділік бұл программалардың орындалу уақыты, деректерді дайындауға және нәтижелерді түсіндіруге арналған тиімділігі.
эргономикалық деп отырғанымыз белгілі бір пайдаланушының яғни соңғы нәтижесінде жақсы нәтижеге жететіндігін сипаттайды. Мобильдік дегеніміз бұл программалық жасақтаманың бір аппараттық платформадан екінші платформаға ауыса алу мүмкіндігі.